Төрт ондықты артқа тастаған орынша тірлікте дәл осылай ала бұртып асып саспап еді. Елемес Рамазанұлымен ғұмырында бірінші рет беттесіп креслоға маңғаз отырған оның қою қара шашыны алғаш рет абайлап тарақ тигізіп, алақанымен уыстап ұстайтындай көңілі алып ұшып орнына түспеді. Тіпті шайлық шаштараздар курсында оқып жүріп, тәжірибеден өтуге барып, бірінші клиенттің шашын қырық еткізіп қиғанда да жан дүниесі бұлайша толқып, қатты қобалжымап еді. Асқазанында қоса сыздап, кейде құлағы шаңылып, жүрек тұсы да шаншып қояды. Не болса да айтамын, бітті. Ол 63-те, мен 40-тамын. Ол басқа облыста, мен енді елімдемін. Менде адамша өмір сүріп, түтін түтетуім керек, ана болуым. Осыны ойлағанда мүдіріп қалды. 40-тан асқандар да бала тауып жатыр ғой. Қойшы, нағашымның әйелі 50-ден асқанда туды. Мен бірақ аналық мүмкіндігімнен айырылып қалғам жоқ бекемін. Орынша үстіне қара көйлегін іліп, бетіне опа жағып, ерін шиедей ғып бояп, тым әспеттенбей-ақ қарапайым күйде кездесер жерге жетті. Кешікпес бекен, кім біледі? Мен ешқашанда кешікпеймін. Ол облыстық әкімшіліктің алдына келгенде қара джип қасына тақау тоқтады да, есік ашылып, ішінен әкімнің көмекшісі шықты. Мінгізіп алып, таныш жолмен тартып отырды. Бұл жол тау етегіне апарады. Осыдан 20 жыл бұрын осы жолмен алғаш жүргенде қыз болып барып, әйел болып қайтқан. Онда елеусіз Рамазанұлы облкомның бірінші хатшысы болатын. Өзі жұмысты жаңа бастаған обкомның шаштаразы. Бірақ рет шашын алдырып, сақал мұртын бастырған адамның қонаққа шақырғанына қатты таңғалды. Бәлкім сақал шашын алатын болармын деген дегенде. Бірақ онда ескерту болмады. Құрал саймансыз қырқол шықты. Тау етегіндегі саяжай дегені даңғарадай 2 қабатты үй екен. Бірінші қабаты кеңсе сипатты мәселе шешетін орында, екіншісі жатын орын, душ бөлмесі, кино залы секілді этикалық мәні бар құндылықтар. Бірден екінші қабатқа көтерілді. Бірінші хатшының көмекшісі шешіндіріп, киімін іліп, жаюлы дастарханға келді. Үшеуі ғана. Шайды де көмекшісі дайындап, даяршыдан бетер зыр қағып жүр. Сып-сидам жігіт еркек басымен әйелдің тірлігін майысып мінсіз атқарады екен. Шайды мен құяйын дегенде елеусіз Рамазанұлы. Дұрыс-ақ, Жарқын, сен таңертең кел, деп көмекшісіне рұқсат беріп, шайнектің құлағын қызға ұстатты. Тағам толы үстел басында екеуі қалды. Дастарханда құс үстінен басқаның бәрі бар. Бұл көрмеген балық пен уылдырық, оралған кәмпит пен ашық-шашық жатқан кәмпиттің неше түрі. Қызыл гүл мен жасыл жапырақтың бейнесі өрнеленген тіске жұмсақ топ-томпақ торт. Құйған шайың тәтті екен, деді обком басшысы кішкентай баладай тіл шығара сөйлеп. Маңдайым тершіп қоя берді ғой, мә өзіңе, деп күміс тостағанға бірінің үстіне бір өрмелеп шығып жатқан шоколад кәмпиттердің қабағын аршып ұсынды. Шайды енді мен құяйын, сен қонақсың ғой, деп түрегеліп, орын ауыстырып төрге оздырды. 20-дан енді асқан балаң бой жеткен ләм деген жоқ. Бұрын 1-2 рет көрген кісінің қарапайымдылығына тәнті болды. Шай құйғанда қолы дірілдемеді. Шайнектің тұтқасын ұстау, қайшы мен тарақ ұстаудан да қиын емес. Депутат, орталық комитеттің мүшесі, делегат секілді биік мәртебелі адамның шашын алып, сақал мұртын басу ептілікті қажет етсе, ыбыстық шайнектің иіліп келген тұтқасы қолға икемдақ. Бұған еш қиналмады, асып саспады. Қол күші де жетіп жатты. Тек бір таңғалғаны, 7 күнде өзін неге шақырды екен? Көмекшісі қазір жұмысқа кел деп үйіне телефон шалды. Келген бетте осылай қарай алды да шапты. Мен сенің қолыңды бірден ұнаттым. Қолың сондай жеңіл екен. Соны байқауда бірінші орынға 2 адам таластыңдар. Біреуі бір кексе неміс әйел. Мен бізге өз ұлтымыздан болғаны керек. Қазақ қыздарын этикалық кәсіпке баулу керек. Бірінші орында осы орынша Қамысбаеваға деп отырып алдым. Рахмет, деді баяу ғана. Енді іш мен құйған шайдан. Ой құдай-ай, маған обкомның бірінші хатшысы өз қолымен шай құйып беріп отырма деп орынша өз көзіне өз сенбей шайдан бір тұттарды. Өңім бе, түсім бе?
Сені біраз іздедім. Қалалық автовокзалда істеп жүр екенсің. Шұғыл алдырыңдар. Обкомның шаштаразы өзіміздің қарагөз болу керек, дедім. Елеусіз Рамазанұлының айтқанының бәрі рас. 3 айлық курсты бітіріп, байқауда 1-ші орын алып, қалалық автовокзалға шаштараз болып орналасқан. Бір күні қалалық тұрмыс қажетін өтеу комбинатының директоры шұғыл шақырып ап, обкомға ертіп кеп, іс басқарушымен жүздестірді. Ол шаштараз бөлмесіне бастап келді, таныстырды. Өзінің дұрыс киініп жүру керектігін, жұмысқа ешқашан кешікпеуін, кейтінде де келіп қалатын кездері болатынын, обкомның бюро мүшелері мен бөлім меңгерушілерінің және олардың көмекшілерінің сақал шашын алатынын тәпіштеп түсіндірді. Қолына бірінші кезекте деп бір тәпішке ақша ұстатты. Бұл 300 сом екен. Ертең бірінші келіп, сақал шаш алдырады. Ол кісі Мәскеуге жол жүреді. Съезге делегат. Өте ұқыпты бол, деді. Кешкі 6-дан кейін 2 сағат күтті. Қарны ашып, асқазаны шырылдады. Дәмхана жабық. Көшеге шығып келуге тіпті болмайды. Көмекшісі: еш қайда кетпе. Елеусіз Рамазанұлы сақал шашын алдырады. Ертең жол жүреді, деп тағы да бір ескертіп, телефон соқты. Бір мезет көмекшісі: отырсың ба, деп хабарласқанда: отырмын ғой, сағат 8-ге тақады. Қарным аш адам тоқ адамға қалай қызмет көрсетеді, деп айтып салды. Сірә аштық не дегізбейді, тоқтық не дегізбейді деген сөз осындай жан қиналысынан шықса керек. Сол-ақ екен, жапалақ көз сидам көмекші сымы шұбатылған төк шәйнек пен кәмпит, пешеней, тұтастай бір қорап торт әкеліп берді. Шәйнек басы бүтін сенікі, шай қойып ішесің, деп ескертті. Торт жеп тойыңқырап қалған кезде көмекші алда хат жартта кіріп келді. Жұмсақ креслоға жайғасқан жас шамасы 40-тарға тақаған кісі: қандай үлгіде алайын, деп шаштараздың дәстүрлі сұрағын қойғанында таң қалды. Қысқашасы: Мәскеуге кетіп барам ғой, сосын өзіңе ұнағанын жасай бер. Партия, совет қызметкерлеріне селдір селкеуі жоқ, құлақты ашқан қысқа шаш үлгісі тән әрі бұл үлгі басшыны тойған қоздай монтитіп көрсетеді. Елеусіз Рамазанұлы: сақал мұртыңызды алайын ба? Ал өзің сұрап тұрғанда, деп күлді. Хош иіс аңқыған көбікті көпірште жағып, атақты бетті әп-сәтте тазартып, соңынан майдай жұмсақ алақаны мен бет жылтыратқыш иіс маймен сүйкеп, әртүрлі гүлдердің жиынтығынан жасалған әтір бүрікті. Енді Мәскеуге ұша беруге болады, деді креслодан тұрып жатып. Елеусіз Рамазанұлы маңдайы ашық, қырғи тұмсық, жуан мойынды, нағыз еркек тұлғалы азамат екен. Мана аққа оранып отырғанда айнадан көздері түйісіп қалып, абдырап, құлақ түбіндегі шашты қайшының ұшымен сәл ауырта қырықты. Соны байқаған ел ағасы айнаға тура қарамай, көз ырбатысып қалар сәтте жанарын төмен салды. Құлақ пен танау ішіндегі тікірейген қыл қыбырды түтін қалдырмай қырқып, тазалау шаштараздың саусақ ұшынан қалмайтын ұсақ түйек болғанмен ұқыптылықты қалайтын міндет. Ол үшін үшкір қайшының ұшын шебер пайдалану қажет. Адамзаттың осы екі мүшесін өте сезімтал қылып жаратыпты. Тіпті тиіп кетсең қытығы келіп, тез оянатын сезім мүшелері де осы екеу екен. Сондықтан әрі сақ, әрі абай болуды ұстаздың аузынан талай естіген. Тіпті қастың шошайып тұрған артық қылын қайшы ұшымен қырт еткізіп қиып тастаудың еш қиындығы жоқ. Бір еңкейгенде-ақ епті қолдың қажырымына кететін әдіс. Анда-санда өтетін шаштараздар семинарында сабақ жүргізушілер партияның бас хатшысы қалың басын бояп, ерекше күтімге алатынын да сырғып айтатын. Ал шаш пен қасты бояу да шаштараздың шеберлігіне тән етіп таңдайтын жұмыс. Келуші тапсырыс беріп, қажет етсе, сен қашанда дайын болуың керек. Хош иісі аңқып, сандықта сығылысқан әртүрлі бояу сенің қолың арқылы әсемдік әлемін бұрқыратып шығып, өзге бір жанның жан дүниесін рахатқа бөлуі керек. Бұлар бет-бе-бет осылай жүздескен. Арада 15 күн өтіп, Мәскеуден келісімен түн жамылып, тау етегіне тағы да кездесті. Хатшының қолынан шәй ішкені орыншаға таңғалып
тәнті етті. Осы әкімнің бас болмысын есте сақтау шаштараздың бір ерекшелігі болса, ат жақты бетке біткен сопақша келген қасқа да бас өзінің мәңгі есінде. Үйің жоқ қой, деді, тағы да бір кесе шай құйып отырып. Жатақханада өз үйім. Иә, газетте сондай рубрика бар. Үйде орденде болады. Тек жақсы жұмыс істеп, шеберлігіңді шыңда. Айтпақшы, біз неғып отырмыз шарап ішпей? Сен шарап іш, мен коньяк ішейін. Мәскеудікі, съездікі. Облыс басшысы өз қолымен тырна сирақ рюмкеге құйған қызыл шарапты жартылай ішті. Көз қиығын бір салып өткен хатшы армян коньягын түгел тауысып қойды. Тағы да құйды. Мынау менің алтын қолым. Біздің қыздардан шаштараз бен кітапханашыны көбейту керек. Қазақ бұларды мамандық деп есептемейді. Сенің этикалық талғамың үшін, общем сен үшін. Орынша тағы да орталай алды. Бұрын қыз ойнақтарда тәтті дәм тіл үйретін шарапты жақсы ішіп жүретін. Оның үстіне самаладай жарқыраған жиһаз бен жаңаша ләззат берер құнттай тазалық көңілін бірнеше саты жоғары көтеріп тастады. Ергезек үшке дейін, енді біздің туған жеріміз үшін. Съезде біздің ел жақсы аталды. Соған қосқан біздің облыстың да үлесі зор. Елмен жер үшін, деп өзі түгел ішіп қойды да, жартылай қалған бұған тура қарап ештеңе демеді. Сосын орнынан тұрды. Қабырғадағы төрі, бұрышты, нән сағаттың тілі тырс-тырс етіп түнгі 10-ды көрсетіп тұр. Айтпақшы, Мәскеуден әкелген сыйлығым бар, деп арт жақтағы сандықшаның аузын ашып, іле сарт жауып, ақ бантик байлаған 4 бұрышты қорап ұсынды. Күйеудің шаш сипары Клеопатра аталған француз иіссуы. Түннің бұруақ болып қалыпты. Жуынам десең душ анау. Жуынып ал. Орынша осы бір қарапайым адамның айтқанына қарсылық көрсетпей көне берді. Төбеден жылы су бүріккен душ астында тұрып, жаны рахаттанды. Жатақханада душта, ваннада жоқ, моншаға да, осап та бара алмады. Хош иісі мүңкіген иіс сабынмен қардай әппақ жұмсақ көпіртіп, қара шашын түгел көмкерген бальзам аралас шампунның иісіне бой балқып, жұмақ күй кешті. Қызыл шарап ұйқысын келтірді, бірақ осы бір қамқор адамнан қорықпады. Бір рет сақал шашын алып, біріне жақын тұрған сәттен кейін бұл да көптің бір адам екен ғой деп көңілі сабасына түсті. Жуынып шықты. Ақ желең, басын бүріккен ақ орамал, бәрі дайын. Елеусіз Рамазанұлы қайда екен деп іздей бастады. Көзі үйреніп, көңілі жақын тартып кетті. Ол кісі бір бұрыштағы ерлер душынан артқа оранып алып, тағы да шыға келді. Шай ішеміз бе? Деді, күлімдей қарап. Күлімсірегені сондай мейірімді. Өзі де өте әдемі кісі ғой. Менің ұйқым келіп тұр, деген сөз аузынан қалай шығып кетті, бұл да байқамады. Бір жағынан үйіме жеткізіп салар мекен деп ойласа, бір жағынан мына даңғарадай кең сарайдан шыққысы келмей қалды. Қазір ұйықтаймыз. Сенің орның анау жер, деп іркелес бөлмедегі екі адамдық кереуетке алып келді. Ұйықтай бер. Көзілініп кеткен екен. Елеусіз Рамазанұлы төніп келіп, әй-шәй жоқ көрпені серпіп ашып, қасына қонжия кетті. Маңдайынан мұрнынан сүйіп, тамағынан иіскеп, ұшы түртиіп тұрған қос алмасына тілін тигізіп, тамсана сорғанда қыз ыңырсып, есінен айырылып, жаным де жайлы бір дауыс саяжайды жайлап кетті. Ерін емшек үшін алғанда, мұныңыз дұрыс емес, деді, тісі-тісіне тимей қалшылдап. Бәрі дұрыс болады. Бәрі дұрыс. Еңгезерде еркектің салмағы езіп жібере жаздады. Жаншылып, жан ұшырған 20-дағы шаштараз қыз 40-дағы қырқалжаң ел ағасының астында шыңғырып жатып, анасын көмекке шақырды. Оған тық-тық еткен қабырғадағы 4 бұрыш сағат, терезедегі желкемнен желп-желп еткен қызғылт перде, душ бөлмесіндегі тырс-тырс тамған тамшы куә. Орынша осы жолмен алғаш жүрген қыз болып келіп, әйел болып қайтып еді. Енді бұл соңғы жүруім деп қаймыжықтай ернін қайта-қайта ызалана тістенгенмен көкіректегі айтар сөзімді қалай жеткізсем екен деп қанша қайсар болса да кәрі қыз қалшылдап, дірілдеп қорқып келеді. 20 жыл дегеннің бір жігіттің жылқының басын бұрап жығар ғұмыры, ата-анасы әлпештеген бір қыздың омырауы шығып, оң жақтан сол жаққа аттап, екі босағаның берекесін кіргізіп, бақытқа кенелтер кезеңі.
Орынша ойлап отырса, осы жолмен алғаш келгенде көкірегі шешек атқан балаң бойжеткен еді. Қазір омырауы былқсылық еткен 40-тағы кексе әйел болды. Бірақ бала емізе алмады. Жасанды жолмен түсік тастап, елеусіз Рамазанұлының көңілін тапты. Омырауына еңбектегі ерлігі үшін медалін, еңбек қызыл ту орденін тақты. Ең есте қалғаны Мәскеуде өткен тұрмыс қажетін өтеу қызметкерлерінің құрылтайында бала емізбеген омырауға еліміздің ең жоғарғы марапаты Ленин орденін тағып қайтты. Бұл шықпаған газет, бұл шықпаған журнал қалмады. Мәскеуден жарық көтерген Советская женщина журналының сыртқы мұқабасы да өзіне арналды. Бірақ мен нағыз әйел болмадым деген ой осы жолмен соңғы келе жатқанда жанын мүжи берді. Әйелдің бақыты жар сүю, бала сүю емес пе? Менің обком аппаратының сақал шашын алып біреуінің көңіліне қараумен өткен өмірім кімге дәрі? Жастардың алдына шығып, салауатты өмір салтын айтамын деп ақыл тағы да тағысын айта бердім. Молданың айтқанын істе, істегенін істеме дегеннің дәл өзі. Мамандығым кәсібім шаштараз болғанмен, әйелдік парызым соның көлеңкесінде аяқталмай қалды ғой. Бүгін осының бәрін аузым барып елекеңе айта алар ма екенмін? Қолым батыл, аузым қорқақ сорлымын ғой. Джип сол баяғы қосқабатты үйдің жанына кеп тоқтады. Қысқа төбесінде сүңгі мұз қатқан, жазда шешек атып, жұпар шашып, жан сарайыңды кеңіретер зәулім сарайдың алдында қызыл сары гүлдер жайқалып өсіп тұр. Елекең де келген шығар. Сол ғой шақыртқан. Әншейінде жүгіріп жүрер көмекшілер зым-зия жоқ. Мәшине әкелінді де гүр етіп келген ізімен жүріп кетті. Орынша бірден екінші қабатқа көтерілді. Әбден көз үйреніп, өз босағасындай болып кеткен үйдің есігін еркін ашты. Елеусіз Рамазанұлы болса, баяғы көк креслода қозғалмастан отыр. Келуіңмен қарындас, деді. Жүзі сынық, бұрынғыдай алып ұшып тұрған жоқ. Сіздің де келуіңізбен Елеке, деді. Әуелгі елеусіз Рамазанұлы еді. Төсек табыстырғаннан кейін ағай деді. Арадағы 20 жыл қызыл тіліздің тізгінін Елеке ғып қолына ұстатты. Сол баяғы ақ дастархан жайылған жылтыр үстел, ең алғаш келген жолдағыдай ақ шайнек, күміс тостағанда бірінің үстіне бірі өрмелеген кәмпиттің неше түрі. Сырт киімін шешті де, қолын жуып, бірден үстел басына жайғасты. Ашпын, жұмыстан шықтым. Бұл сөз де 20 жылдың аузынан шығарған сөз еді. Ойын өз сенген еркек кіндікке еркін айтатын дәрежеге жеткенмен, негізгі ойы тіл ұшынан қалай шығып, қалай төгілдірер екенмін деп сәл шөгіп, самайы бурыл тарта бастаған еңгезердей кісіге көз астымен суық қарап қойды. Бәрі бір күнгідей өте шықты. Отставкаға кетемін, пайғамбар жасына жеттің, дейді ғой жоғардағылар, деді Елекең. Дұрыс, жеткеніңіз рас, деп шыққан тегі шаруаның қызы айтар сөзін айтқанмен бөгежектеп төмен қарап қалды. Сонда, сен үшін де дұрыс болып тұрма? Деп елеусіздің даусы қатты шығып, көкірегі дүрсілдеп, өзде екпінмен креслодан пышақ іле көтеріп кетті. Мойнын қылқындыра байлаған галстугының бір шетіндегі жүрек шіркін дүрс-дүрс соғып, оң қолымен қабырғабаудан босатқан қожайындай галстугын жаймен босатып, ақ көйлегінің үстіңгі түймесін ағытты. 20 жылда саған бәрін жасадым. Медаль, орден, Ленин ордені. Ауыстырып жібермегенде геройда болатын едің. Ақ кірпіштен соққан үйің қандай. Сол үй үшін мен ескерту алғанмын. Осының бәрі бір күні айтылады-ау деп күтуші едім. Бәрін күтіп жүр екенсің ғой. Вот какая. Елеке, мен де 40-қа келдім ғой. 20 жыл қасыңызда жүрдім. Жаман жүрген жоқсың, басқа жұрт бұлай жүргізбейді. Жалт етесің де жоқ боласың. Орынша жалт қарағанда ашаң әйелдің кең маңдайы тарылып, ұзын кірпіктері қысылып, құс мұрны пұшық мұрынға айналып, бүкіл бет әлпеті бұзылып, құбыжыққа айналып бара жатқандай көрінді. Қайта басын көтерген жоқ. Өзін илеуіне көндірген еркектің мысы басып кетті. Бұрын бір қарағанда үн-түнсіз бәрін түсініп, ығына жығылып, ыңғайына көне беретін. Ол болса, сақал шашын алып болғасын, жұмсақ креслода отырып, күректі алақанын мұның сәм шаршаңқы нәзік саусақтарының үстіне қойып,
рахмет, ақшаңды үкімет төлейді, деп орнынан тұрып жүре беретін. Бұл екеуі ара көрісіп жүрген 20 жылдағы сезім қылының қоғамдық орындарда дірілдей шертілу еді. Неге үндемейсің? Менің де сізге айтарым бар. Не айтасың? Тұрмысқа шығам. Кімге? Журналистке. Жалаң аяқ журналистке ме? Өзің де сөзге құмар едің. Жалаң аяқтар көбейген заманда жалаң аяққа шығып жетісерсің. Не? Менен жалықтың ба? Елеусіз кібіртіктеді. Тағы да бір түймесін ағытып, галстугын төмен тартты. Сәні кетіп салбыраған қап-қара шүберек қозғалып, шалқайса көкірегіне жабысып, жанына серік жалғыз өзі болып тұрғандай. Менен жалықтың ба? Кететін күнімді алдын ала есептеп жүр екенсің. Әкімшілік информацияның ошағы ғой. Бұрыннан айта алмай жүргенмін. Бұрыннан сонымен сыбайлас бедің? Мен білмеппін ғой. Білгенде сыбайлас жемқорлықпен күресетін комитетке айтар едім. Мен жемқор емеспін. Сен де обкомнан аларыңды алған жоқсың. Ол жалт қарағанда сұлу әйелдің өң жүзі тағы да құбыжық кейіпке түсіп, бұзылып бара жатты. Жарайды, суға түсіп алайық. Душқа түс. Ой Аллай, осыдан 20 жыл бұрынғы сөзін тағы да қайталады. Бірақ онда душқа түсіп ал деп жұмсақ рәуішпен сөйлеп еді. Бүгінгі мәнерінде ызаның ызғары, өшпенділіктің салқындығы бар. Қызмет қолдың кірі екенін осылар ойламайды екен ғой. Тағынан түскен күні қалшылдап шыға келеді. Ол сартылдатып суды ағызып жатқанда бұл тұсқа шықты да қою түнге малынып, әй сәулесі ғана сұлу бейнесін аспаннан тамашалап тұрған гүлдердің арасымен өтіп, кең қақпаны қиналашып келген жолына түсті. Бұл жолы жаяу қайтты. Қаладан 10 шақырымдай жолға табан ізін қалдырып, жүрегі өрекпіп жалғыз кетті. Артынан келер, қол көтерер көлік жоқ. Бұл бір өмірден бөлініп алған бейсеуіт жол. Бұл жолмен тек облыстың бірінші басшысының ғана көлігі жүреді. 10 шақырым тек қара табанның қажырында ғана қалған орынша мұны біледі. Оны тұрмысқа шықпақшы жігіті Тұрматтың бейнесі алға жетелеп келеді. Бүгін хабарласам деп еді, іздеп жатқан шығар. Онымен танысқалы да 1 жыл болыпты. Шаштараздардың облыстық байқауында екеуі әзіл қазы болып бірге отырған. Облыстық газетте істейтін журналистің аты жөнін сырттай білетін. Ол да Ленин ордені Шаштараздың атына сырттай қанық. Екеуі осы кәсіптің қыр-сырын халыққа айтып жеткізуші. Тұрмат тіпті Шаштараздар тарихынан жетік. Бұл білмейтін жәйттерді біледі. Мәселен, 1 Петр өзінің шашын өзі алған, монархтардың сақалын қырыққан, сөйтіп Ресейге мәдениет пен сыпайылықты алып келген. Біздің бүгінгілер ақ көбікке бетін малып, сақалымды ал деп шіреніп отырғанға мәз деп, оның әр сөзін есіне түсірген сайын ай астындағы адымы ашыла берді. Елекең душтан шықтым екен. Ол кісі ұзақ шомылады. Сосын мен іздейді. Қалаға звондар, кімге звондайды? Бұнда қазір оның сөзі жүрмейді. Бұрын басқа қаладан ұрын келгенде, менің келгенімді ешкім білмеуге тиіс деп, өзіне де бұған да қатаң қырағы талап қоятын. Мұның аузының беріктігіне сенеді. 20 жылда иненің жасауындай із қалдырған жоқпын деп ойлайды ғой ол өзін. Ал орыншаның Елекең білмейтін бір сыры бар. Ол басқа облысқа ауысып кеткесін, Мәскеуден обкомға шұғыл тексерумен бір инспектор келген. Түн жамылып тәтті ұйқы құшағында жатқанда телефон шырылы оятты. Сосын қоян жүрек көмекшінің бірі үйіне кеп, сізді бірінші іздеп жатыр, деді. Тез-тез деп қалш-қалш етеді. Киініп шықты. Сөйтсе, бір күн бұрын сақалын қырғызған мәскеулік қонақ қызып отырып, обкомның Шаштаразы қандай әдемі деп тамсанып есіне түсіріпті. Сол сөз аузынан шығуы мұң екен, сізбен бірге қасыңызда отырса қалай қарайсыз деп құрақ ұшып 1 хатшы. Қарсы емеспін деген бір ауыз сөзден кейін көмекшісі обкомның ақ кірпіштен соғылған ақшаңдақ үйіне қарай құстай ұшып, өзін көптен жүрмеген кәнігі жолмен саяжайға жеткізді. Қонақ көзіне ұйқы тығылып, әлсін-әлсін езуін керіп, еснеген кезде 1 хатшы: біз қозғалайық деп Мәскеуліктен рұқсат сұрады. Сіз демалыңыз, Шаштараз қажет болса, қасыңызда қалады.
Ол шығып бара жатқанда оңаша шақырып ап, не тастап бара жатқанымды білесің, деді қабағын түйіп, ертең сөз көбейіп жүрмесін. Мәскеулік инспектор душқа түс деп те айтпады. Бірден бас салды. Тілге келтірмей, не болғанын өзі білмей, отанымыздың жүрегінен келген тергеушінің зілдей салмағының астында таң атқанша жаншылды. Ертегіне жұмысқа бармады. Әуелі шаштараздың келмей қалғанын арнайы біліп, сосын қонақтардың кешкісіне сүйсініп, әуелі өзіне өзі, сосын өзінің алдындағы елемес Рамазанұлының мәрттігіне қатты риза болды. Шаштаразын бірге алып жүретін қолбасылар болған, қазір сондай хатшылар бар. Елекең мәрт, тіпті жомарт екен. Әйтпесе өзі тәрбиелеген мынадай Анжеликаны көзі қиып тастап кету дегенің. Хатшының алғысы да, құпиясы да ішінде қалды. Осылай ұлттар достығына бізде үлесімізді қосқанбыз. Елекеңе осының бәрін ескерткенде не істер еді? Мәскеулікке аузын ашалар ма еді? Қайдан шықсын ондай ерлік? Оның алдында сілейіп отырғаннан басқа не бітіреді дейсің? Көп болса өзінің орнына келген хатшыны сыртынан сілейтіп бір боқтар. Бұлардың жігіттігі бір сәтте жуылып кетеді ғой. Ол ай қараңғылық астында ерін қайта-қайта тістелеп, қайырылмай кеткен жастығын қия алмағандай, ішін ыза кернеп, даңғыл жолдан иіліп басталған жалғыз аяқ соқпаққа қарай бұрылды. Елекең іздесе таба алмай қалсын. Бұл соқпақта қалаға апарады. Оны Тұрматтың сүйкімді бейнесі алға қарай жетеледі. Қаншама рет телефон соққан шығар. Екеуі ара көп әңгімеден кейін бір күні газеттен басқаға бақыт сыйлаған деген очеркті көрді. Бұрын өзі туралы талай жазылса, мына жазуға Орынжанның жүрегі елжіреді. Мөлдір құдыққа үңілгендей, жанының тереңіне үңіліп, жан сезімін ашып көрсетіпті. Бақыт деген не деп сауал қойып, аяқтапты очеркті. Мен үшін бақыт дегенім өзгеге әсемдік сыйлау, өзгенің көңілінен шығу, оның шаштараз айнасынан өзін көріп, орындықтан риза болып тұруы. Бәрі рас, сұрағаны да, айтқаным да рас. Бірақ адам бақытты басқада емес пе? Әйел бақыты жар сүю, бала табу, оны тәрбиелеу. Тұрмат бәрін емеурінмен білдіріп тұр. Өзі де бақытын таба алмай жүрген жігіт екен. Үйленгенсін бір аптадан кейін жұбайы кенеттен қайтыс болыпты. Сонан бері 40 жасқа дейін жалғызбасты күн кешіпті. Екеуінің түйдей құрдас екені, көргені мен түйгені, жеке басының мұңы көз алдынан кинолентадай жылжып өтіп, Орынжаны еш шаршатпады. Көңілі қобалжығанда, көкірегіндегі запыранды сыртқа шығарып тастағанда, жаны жеңілдеп, Алтай тауының ағараңдағы жаздың салқын самалы астында сергек басып келеді. Салмағы жеңіл қара сөмкесін біресе оң қолына, біресе сол қолына ауыстырып, жан дүниесінің ар жағынан бір айқайлаған тәтті дауыс естілгенде, қала оттары көрінді. Келіп қалдық. Даңғылға шыға бергенде мәшине ұстаймын. Елекең енді мені таппайтын шығар. Бәрі де түсінікті болды ғой. Жалғыз соқпақ даңғыл жолға тірелді. Мәшине өте қалса, қол көтеруге дайындалып, оң қолын босатып, сөмкесін соң қолының қарасына ілді. Тұрматтың даусы құлағына келеді. Сен қайда жүрсің ей? Түнделетіп қыдырып кетіпсің ғой, дейді. Алғаш кафеге шақырғанда даяршы жігіт тамақты алдарына әкеп қойған кезде, Сталин қанша патша болса да керсендегі тамақты өзі құйып ішкен деп айттым ба өзім, мен де өзім құйып ішемін деп мәз болған. Бұл болса аяқ астынан сілесіп, оқтау жұтқан адамдай қиқая қалды. Ең бірінші болып Елекең елестеді. Ол менің өмір баянымды, Ленин орденін алғанымды бәрін біледі. Бірақ сыр тартып сұрамайды, әрден қозғамайды. Әйтпесе ауыл мен аудандағы шаңға көміліп, суыққа бүрсеңдеп тоңып тұрып қызмет көрсеткен шаштараздар неге алмайды осындай марапатты? Жылы жер, жайлы көрпе болды менің өмірім. Неге мұңайып қалдың? Деді. Өзі өте сезімтал. Мұңая берме, өмір алда. Бақытты сәттерінің бәрі алдыңда. Адамның өңірі түгелімен бақытты болмайды. Оның бақытты сәттері болады. Биылдан қалдырмай үйленбекші. Күздің алғашқы айларында той өткізбекші болып келіскен. Олар бір бөлмелі пәтерде тұрады. Оны өткізіп, не сатып, менің үйіме келеді. Ақ шағаладай ақбоз үй тұрғанда бір бөлмеге тығылып, сол үйге адам толтыра алмай жүрмін бе?
Даңғыл жолмен Жигули зулап келеді. Қол көтеріп еді, тоқтай қалды. Орталыққа. Қаншаға келсесіз? Қанша сұрасаң сонша. Кеттік. Мәшине ақшаңнан зәулім үйдің алдына келіп тоқтағанда теледидарға қараудан көзі талмайтын жүргізуші жігіт жолаушы әйелді шамыртқандай болды. Сіз атақты Шаштараз Орынша Қамысбаева емессіз бе? Деп сұрағысы келді де, әдеп сақтап тілін тістеп қалды. Кірген бетте телефонның нөмір ажыратқышына үңілді. Тұрмат 1, 2, 3, 4, 5 рет соғыпты. Қазір бейуақ, ыңғайсыз болар. Таң атысымен өзім хабарласам. Жүрегі алқынып, аузына тығыла берді. Өз қолының тамырын ұстады. Бүлк. Жүрегіне жұмсақ алақанын қойды. Дүрс. Телефон түбіндегі ақ креслоға шалқайды. Екі қолы көтертпей, он саусағы қимылсыз салбырап қалды. Телефон шырр етті. Қолын көтеріп тұтқаға жеткізе алмады. Тағы да шырр. Тұрмат қой мынау. Бар күшін сарп етіп, серпіліп барып, нәзік алақанын тұтқаға тигізді. Бұл қалалық полициядан. Бізге Қамысбаева Орынша керек. Аузынан жылмышы қан атқып кетіп, шалқасынан түсті. Қызыл қан кезерген еріні жуып шайып төмен қарай тырс тамшылап тұр. Түн ортасында естілген дөрекі дауыс әбден шаршап келіп, талмасы ұстаған жүректі жарып жіберді. Екі аяғынан тік тұрып, адамдарға қызмет еткен Шаштараз емен жарқын бір демалайыншы деп бойын кеңге салғанда, өзінің ақ креслосына аузы ашылып, шалқалаған күйі қалды. Таң атысымен үйіне, сосын жұмысына телефон соққан Тұрмат жауап ала алмады. Асығып үсігіп үйінің қасына келгенде, есік алдында кіріп шығып жүрген бейсауыт адамдарды көрді. Бұлар бүгінгі әкімшіліктің төменгі буынының жандай шаптары еді. «Не болды?» деп сұрады алғаш кездескен біреуден. «Сіз кімсіз?» «Жақын танысым». «Шаштараз өмірден қайтты», деді жайбарақат. «Жақын танысы болсаңыз, туған туыстар қайда? Хабар беру керек». Тұрмат ішке кіруге әрекет етті, бірақ полицай жібермеді. «Мәйітті моргке әкеткелі жатыр. Моргтен келгесін ғана көресіңдер», деп көкіректен итерді. Тұрмат тілін тістеп тұрып қалды. Содан Орынша Қамысбаева қала шетіндегі мұсылман бейітіне жерленді. Ленин орденін қызыл мақсатымен көмкеріп, облыстық өлкетану мұражайына іліп қойды. Астында атақты Шаштараздың қолы тиген қайшысы мен тарағы. Жансыз бейнесі табылмады. Марқұм жадырап отырып суретке де түспеген екен.